туы, атаның туы. Иә, осыны оқып берейін онда. Алдардың әкесі алдан момын адам болыпты. Оның өмір бойы кәсібі қой бағу екен. Баққан қойы байдікі болған соң, бай құдай күнімді саған қаратып қойыңды баққалы отырмын, беретін ақыңды айтқаның жөн болар еді, дейді жалданарда. Несін сұрайсың байғұсым, біздікі деген көл емес пе? Асты жатып ішесің, мал десең айдап кетесің, тек бағуыңды біл. Ар жағын өзіме қоя бер, Құдай бар, мен бар. Ащы терің жерге төгілсе төгілер, менің дәулетім төгілмес. Бардан ауысады, балдан жұғысады, жүзіңді айдап, бірде жетелейсің, дейді екен бай оған. Оның жатып ішетіні рас болыпты. Жұмыстан шаршаған алдан басын көтере алмай асты жатып ішіпті. Уәделі уақыты бітіп кетерінде бай бір ешкі жетелепті. Кетем дедің, кеттің, бір оқыстың, еттің, мына бері отырғаның, есің кетсе ешкі жи деген. Ешкі егіз туса екеу болады, ендігі жылы төртеу болады, дегенше 100 болады. Жетелеп кеткен бірің де осылай айдап кеткен, 100 де осы байғұсым бар ғой деп бай алдапты. Шағымнан барса қан алдапты, шариғат солай деп қожа алдапты.